Енді Конституция біздің күнделікті өмірімізде қолданатын құжат. Қазіргі Конституцияға еніп жатқан реформаларды қолдаймын, себебі заман талабына сай біз жаңару керекпіз. Біздің тәуелсіз Қазақстанның дамуына осы жаңа реформаның қосар үлесі көп деп санаймын. Енді біздің күнделікті өмірімізде қолданамыз деп айтатын себебім, қазіргі таңда өзіміз көріп жатырмыз, әлеуметтік желіде, қоғамдық орындарда адамдардың бір-бірін сыйламаудың арқасында адамдар деген ең соңы жанжалға ұласып жатыр. Бұл жерде Конституцияда менің бір байқағаным, оқып танысқандағы адамның жеке басын қорғау, сонымен қатар ар намысына тимеу. Біз қоғамда бұны кеңінен белең алып баратқанын білеміз. Сонымен қатар мына семьядағы зорлық-зомбылық жөнінде айта кеткім келеді. Тағы бір басымдық менің бір назар аударғаным, некедегі әйел адам мен ер адамның бірдей құқылы болуы. Бұл менің көңіліме қонады, себебі өзіміз көріп отырып, бұл қазіргі таңда осындай зорлық-зомбылықтың арқасында түрлі қайғылы жағдайларға алып келіп жатыр. Оның алдын алар еді деп есептеймін. Сонымен тағы бір басымдылығы менің өзімнің көңіліме өте қонғаны қазіргі банктік құпиялықтарды сақтау, біздің жеке құпияларымызды сақтау, оны да қоғамда көріп отырып, біз адамдардың осындай жеке құпияларының тарауының арқасында көптеген қайғылы жағдайларға алып келіп жатыр. Енді біздің Бауыржан атамыз айтады, тәртіпке бас иген, бағынған адам құл болмайды дейді. Осы біздің тәртіпті орнату үшін бізге ең алдымен заң керек, ал осы біздің Конституциямыз соған нүкте қоярлық біз үшін ең маңызды құжат деп есептеймін.